Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі ерекше жасалатын самсаның түрімен бөлісемін. Бұл тағамды мини мясной пирог, яғни етті бәліш десеңіздер де болады. Қажетті заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Каналымызға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнға бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Осы теркадан өткізіп, ұнға малып отырып араластырсаңыздар песочный тесто болады. Үкіштен өткізіп болғаннан кейін осылай қолымызбен араластырамыз. Барлық өте жақсы араласқанда осындай масса шығады. Енді біз жеке ыдысқа қаймақты дайындаймыз. Қаймаққа тұз және қосқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде реакция жүреді. Біраз араластырғаннан кейін қаймағымыздың еселеніп көбейгенін байқайсыздар. Ұнымыздың үстіне осы қаймағымызды саламыз және де жеке ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, біреуінің сарысын алып қоямыз. Бұл ең соңында бетіне жағу үшін. Және осы жұмыртқаны қосып, бастапқыда қасықпен араластыратын боламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр елейміз. Мінекей бізде жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осыны бір салафанға салып, холодильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Салмасына кірісеміз. Ол үшін картошканы және де пиязды ұсақтап турап аламыз. Оның үстіне сиыр етіне фаршымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрышын қосып жақсылап араластырасыздар. Осы аралықта біздің қамырымыз да тынып болды. Енді қамырды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Екі қамырды бөлек тындырып, осылай домалақтап аламыз және біреуін кеуіп кетпеу үшін салафанға салып қойып қоямыз. Ал біреуін бірден жая берсек болады. Мінекей біз жайып болдық. Оқтаудың көмегімен өте жұқа болған жоқ. Енді пергамент қойылған духовкамыздың табағының үстіне осы қамырымызды жайып қоямыз. Енді кішкентай кесемізді аламыз. Оның үшін аздап сулап алыңыздар. Одан кейін жартылай қылып толтырып, салмамызды салып, жаңағы қамырдың үстіне кезекпен кезек төңкеріп қойып шығамыз. Сонда бізде осы видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ салмалар шығады. Мінекей бізде барлығы 12 салма шықты. Енді екінші қамырымызды жұқа қылып жайып, бетін жауып шығамыз. Арасында ауа қалып қалмауы керек. Ауа қалса біздің жаймамыздың арасы көтеріліп кететін болады.
әр салманың арасын қазір қолымызбен басып шығамыз. Мінекей дәл осы видеодағыдай саусағымыздың көмегімен 12 бөлікке бөліп, осылай басып шығатын боламыз. Әр бөліктің арасын қаттырақ басуымыз керек, сол кезде 12 бөлігіміз бір-біріне қосылмай пісетін болады. Енді шет-шетінде біркелкі етіп жабыстырып, ашылып кетпейтіндей басып шығамыз. Ең алғашқыда бір жұмыртқаның сарысын алып қалдық, енді соны кестінің көмегімен әрбір 12 начинканың үстіне осылай жағып шығатын боламыз. Жағып болғаннан кейін өз қалауларыңызға сай кунжут немесе макс сепсеңіздер болады. Мен осыған кунжутты сүйіп шықтым. Мінекей біздің самсамыз, мясной пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған духовкаға 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде 30 минуттың аралығында пісіп болды. Осындай өте әдемі, иісі деген мұрын жаратын, өте дәмді болып шығатын самсамыз дайын болды. Енді 12 бөлікті бөліп, пышақтың көмегімен кесіп шығатын боламыз. Мінекей достар, біздің песочный тестамен дайын болатын, ерекше әдіспен дайындалатын осындай самсамыз, мясной пирогымыз дайын болып шықты. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, дәмі ерекше болады. Ыстықтай жесеңіздер, өте дәмді. Осындай өте әдемі, әрі ерекше жасалған самсамен жақындарыңызды қуантыңыздар. Дастарханымызға да өзгеше сән беріп тұратын самсаның түрі. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Мінекей қамыры сондай песочный болып шыққан, үгітілмелі болып тұрады. Ортасында картошкасы, фаршы барлығы піскен, өте дәмді. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін бассаңыздар, жаңа шыққан рецепті бірден көресіздер. Сіздермен болған Альмира, ас болсын. Дәл осы рецептіне жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.